айырмасын. Сіздерді мақтаймыз, жақсы көреміз. Іздейміз енді әйтеуір әркімнің өзінің бір күйдің тіршілігі болады ғой. Сонымен әйтеуір бірде былай қолымыз тимей кетеді. Әйтсе хабарласып тұруға болады енді. Күнде болғаны кінә. Баяғыда мен Орынкүл апамды вообще өмір бақи ұмытпаймын. Аққошқарға келіп өткен кезде маған көп бауыр тауып берді сол жақтан сол кісі. Ең бір келіншек болып түстім, сонан бері үйіне қонаққа шақырып жатыр Орынкүл апам деп. Сосын неге шақырып жатыр, танымаймын ол кісіні деп қоямын. Жоқ, сонан шөлеге барып тамақ ішесің деп, содан күйеуіміз екеуміз ертіп алып Орынкүл апам үйіне барып балдарын танимын ғой енді. Содан келіп не ғана апам айтып жатыр ғой, сен менің қызымсың, былай шындап дегенде, нағылардың бәрі сенің бауырың. Сен бар кезде өзім өйстіп таныстырып жатырмын, осылармен сен керек деме, бұларды өзімнің бауырым деп қатыс осылармен деп. Содан бері ойбай төбем көкке жетіп жылап, содан Дархан ағалар мені іздеп келеді үйге. Қандасымның үйіне келдік деп, әйтсе өзінің көкелерінің үйі ғой енді. Сол Ербол, Дархан күшті қатысамыз әлі күнге дейін. Әділхан қайнағам дейді оларды. Солса Орынкүл апам маған күшті бауыр тауып берді Аққошқар ең бірінші кезде. Соны әлі айтамын, ұмытпаймын, өте күшті кісі болды. Сонымен ол кісінің әлі балдармен бәріне бауырым деп қатысам, қалмаймыз бір-біріміздің үйімізде. Солса өстіп бауырымыз көбейе берсін, ортамыз тола берсін, бұдан да әрі қарай кеңейе берейік. Тек жақсы күнде бас қосуды Алла нәсіп етсін. Айтып жатыр ғой, өздерінің дана сөздерін айтып жатыр. Біз соған қосыламыз. Өте жақсы қуаныштымыз. Бар болыңыздар, тек өстіп жақсылықта бас қоссын. Бізге де жолыңды берсей. Аман болыңыздар, жолдарыңыз болсын. Өте қуаныштымын мен осы кісілердің бәрінің үйінде болдым. Қалай қызығымыз бар, қалай комедиямыз бар. Оны айтсам қонып жату керек. Сол үшін жолдарыңыз болсын, барлықтарыңыз жақсы көремін. Аман болыңыздар. Құда сөйлейді. Аға, Нико қайда? Қайтып кетіп қалды Маме çok 30 күн ойын, 40 күн тойын деп қазақтың өзінің дәстүрімен, салтымен, ретімен тойын жалғасын тауып жатыр. Қуаныштымыз бүгін шаңыраққа келіп бас қосып жатырмыз. Барлығы құтты болсын, қабыл болсын. Құрметтеп, ретін жолын көрсетіп жасап жатсыздар. Рахмет. Осындай денсаулықта, ауызбіршілікте қызыққа тоймай жүре берейік. Әр уақыттарда не болатқан шығар деп. Бас қосуға фестиваль етпесе болмайды шығар. Бұрауына. Біреу бейіттің басына алады. Құран молда оқытқан ғой сөйтсе жаңағы. Мен де әкем жатыр еді, оқып жүрші деп қалтасынан 500 теңге берген ғой. Сол молда сөйтіп бағана. Раунап түссінші мына оқып жүрші деген. Оны қайдан басын көтеріп қояды шығар деп. Басын қоймамыз керек. Сол кісі раунап түсіп отқан шығар ол кісілерге. Аз шаруа болып отқан жоқ. Ұрпақтар. Осындай ауызбіршілікте той қуанышта жүре берейік. Аман болыңыздар. Рахмет, жан-жақтан келіп, ат терлеп, кеше анау сөз білгенді айтып жатырмын. Мына жақтан қарт Каспийдің жағасынан, үлкен ағашыңыздан бастап, мына жақтан Петропавл, Көкшетау, бүкіл Қазақстанды айтып шықты ғой енді. Айта алмайтын, мақтана алмайтын еді. Достар келіп жатыр Америкадан сөйтіп біреу балдары жатыр үйдегіше. Кімсің десем, көп бала сен Ақтаудан ұшып келдің түнде самолетке. Ой, ешкім шаруасы жоқ. Көрсін ұйықтаған батыр. Ешкім барамай танымайында айналай кімсің сен десем, көп бала сен ястың. Түнде ұшып келдің самолетпен дейді. Ой, тұр шай ішіп жүр деп. Сұраны қатсалып қойды.
бітпесін, жалғасын таба берсін, құдай қаласа. Спасибо этому дому. Керемет не ғой. Әсер алып, энергия деп айтып отырмын. Энергияның осы ғой энергия. Келді Макин. Рухтандырып. Барлықтың рухтандырып жүрген ғой. Өтепім бар, бауырлар бар. Бәрін рух беріп жүрген ғой. Сол қаласа бәйтерек болып жапырақтарыңыз жайыла берсін. Amin. Қалай екенін келіп алған екен, білмеймін пока. Сол енді бүгіннен бастап сезіп жатырмыз. Алдымыздан ерте тұрып сәлемін салып неғып жатқанда уже басқаша сезім. Сондай жарқырап, Бірінші күн шошып кеткен жоқсың ба бірінші күні? Папам да былайша мінезі қатты не ғой. Сонымен немере келді шай құйып жатыр. Басқаша атмосфера жатқан. Иә. Барлықтарыңызға рахмет. Алыстан келіп қуанышымызға ортақ насып жатқандарыңызға шын жүрегімнен рахметімді айтамын. Сыйластығымыз арта берсін, жасақтарымыз молынан жайыла берсін. Танысып, білісіп енді әрі қарай осылайда сіз біздесіп, сыйласып жүре берейік. Құрметті бауырлар. Мұрат аға айтпақшы, жекеменшік қызым бар, сол сияқты мынау жекеменшік қызым ұстап тұрмын. Әлфия. Әлфия да. Қандасымыздай әнші болсын деп еді. Қарап мәз болатырмын ғой, мәз Әлфия деп баттым. Қайрекең өзі военный. Өзім шекара қызметіндемін, 5 баланың әкесі Айнұр. Сол құрметті бауырлар, қуаныштымын. Әрқашанда сіздермен таныстығымыз арта берсін. Амин. Әрқашанда жастар болып та отырамыз, жастар болып таныса береміз деп келмегендер бар. Үлкендеріміз аман болсын, сіздер төрде тағыла беріңіздер, төрде жоғарыда көне беріңіздер. Әрқашанда не соқтарыңыз мықты болсын. Жаңағы башталықтан құрандарыңыз қабыл болсын. Көкемізге барып, барлық энергиямызды алып дегендей, аңсын екенбіз дегендей, аңсын демекші, аңсын чатымыз бар, аңсын дөйт деген. Аңсын деген чатымыз бар, соның ішінде айтып жүргенбіз алдында, ниеттеліп. Құдан бар, барайық, бедөкірге, барайық деп. Бұл барамыз деп жүрді, жұмыстамыз ғой, қызметтеміз, әскери қызметте, бұл кісі де қызметте болған. Содан не керек? Ниетімізге байланысты мен 30-ге шықтым, ойлап жатырмын да, қалай 30-ге шықтым, точно бару керек, қалай болады деп жүрген кезде папа келеді, папа келіп тұр, тойда, мен точно бару керек. Бала кезде папа онда мойындау керек, шыны керек жаңағы, папам жүре берген деді, мамам айтқан ғой деді, мен сенің маманың деп үйге келіп, кішкентаймын. Әжемнің қасында жүрмін ғой. Мамам деп жалынғырдым. Сосын барып қалаға келіп түсіндік қой әже. Қасымыз бар екен. Сөз айтып берейін. Онда мамасы әжесі болды ғой. Содан қолымызға алдық қой. Запта тұрамыз. Үйде жүріп. Барады терезеге қарап тұрады. Сол бір терезеге қараған кезде сол. Қайтып келеді, ұйқысынан өтті қайта терезеге қарап тұрады. Оны бар ой әжесі жаңағы ол әжесі деген бір бөлік, ауылда өскен жаңағы мен үйреткен жаңағы Нұржан тамада айтпақшы, мақалайшы деп. Әжем қол көз қорқақ, қол батыр деп мені еңбекке баулып, сол жерде мені еңбекке үйреткен әжем, мойындай көкем екеуі. Көкем артынан жүретіндігім, біреу қалай байлау керек, қорғанып тазалау, бәрі жаңағы малдың артынан өріске бару деген сияқты, оның бәрі қарап отырсаңыз бала кезіндегі өмірге деген болашаққа керек нәрсе негізі. Бала
баланы өзім ауылдан бастасам деген өзім негізі ойым ол. Қазіргі қарап отырмын заманауи технологияға байланысты. Сол енді осы ауызбіршілігіміз мықты болсын. Сіздерге рахмет көп. Алла разы болсын. Биіктерден көрлей беріңіздер, шаңырақтарыңыз биік болсын, керуеніңіз кең болсын, елімізде тыныштық болсын. Кеше отбасы құтты болсын, барлығы өте сізге ата деп отыр, жаңа шашыңыз қарап, жаңа байқап отырмын, ағардан шашыңыз точно ата келіп ата дейтіндей бар екен деп құдай қаласа сол деңгейде әрқашанда қатты болып жүре беріңіздер. Сол бақытты болсын жастар. Айда. Бақытты болыңыздар. Ал Айнұр жеңешем сөйлеп жүресің, кәнекей. Кәнекей тілім сөйлеші деп отыр. Hoş gördük. Rahmet istedim. Var ailette жиналыстар. Birazdan bir içim жүргенде жанымның тәтчігі хабарын беріп, сәтігін ядып, әр түйеге шақырып береді. Бүгін Алланың қалауымен осындай керемет тойдан кейін керемет отырыс болады. Барлықтарыңызға рахмет, аман болыңыздар. Жақсы тілектер қабыл болсын. Қайда жүрсеңіздер де жолдарыңыз ашық болсын. Әр шаңырақта той болсын. Танысып білісіп жатырмыз. Қашан ағайындығымыз арта берсін. Қуаныштарда осындай жақсы дастарханның басында бас қоса берейік. Сол әр отбасыда қуаныш болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Алла шаға немере шөберенің қызығын көріп. Ал, Ақжеңше. Hayda. Ой, молодец. Ой, молодец.
Var mı? Şerbaha degan ağamızın 12 ası adam bir şey boşa. Türkiye'de kayıtlarda aytkan. Sen aytkan mı bana? Bugün kayıt eden. Aday, sizde kömürse de ayeli. Bağlar işitmedi. Aytkan istiyorum. Allah'ta kandım. Aman bana Medeniyetli mi? yani. Dinge. Kardeşim damacılık derimiz sağ olasın. Ben toydacılık. Yaşlarımız bak bu. Hayır. Hadi bak. Ойланып отқаным мен келіп түскен кезде абысыным болды ғой енді мен абысым өзімнің құрдас екеуміз оңашада отырған кезде еске алып айтып қояйын осы екеуміз құрдас болған жасымыз келген кезде уже күн өзінше жаңағы бәрі ерсі көрінеді екен мен не деп айтайын абысым деймін ба әлде шешейім деймін ба не деп айтайын десем қой деп маған құрдасым болған енді айта берші адамдар деп жаңағы сөйтеген ғой мен келін болып түскеннен кейін 20 жылға дейін біздің өзіміздің атамыздың келін 20 жылдан кейін осы жанға түскен екен жанға түскен кезде бар ғой әйтеуір жастай кетіп қалған болмаса орында бар әйтеуір бәрі аллаға шүкір бәрі жақсы ғой жанкадан кейін жаймен балдар бірінен кейін бірі қыздардың жиендер ғой қыздар тәтелеріміздің балдары үйлене бастап бірінен кейін енді құтты келіп болып тұр ғой енді аллаға шүкір бәрі жақсы енді сол әйтеуір әрі жалғасын тауып той жалғасын тауып жатыр былтырына барып жүрміз үйленіп келін түсіріп биыл енді кеше ғана жаңағы үйге барған кезде жаңа туған қозы тұмаларын тастап жатса ойбай енді мына қозымен көтеніп кім жуады деп мамасына жылаған диасымызға келіншек әкемізді қуатып той болып жатыр құтты бола берсін артынан той бола берсін мынау алыстан ат келеді ағайындарымыз үлкендеріміз келіп осы ортаға жолға келе беріңіздер кеше айтып жатсыздар ғой қызылордаға көшіп келуге ойымызда бар деп ол қуанышты жағдайда тезірек жақындарыңа болсын деп тілеймін көрдің алдында отырған моншақтай болып сізге отырған қыздарымыз біздің тілекшіміз аман болсын біздің тәтелеріміз бәрі аман болсын ана отырған кісі мен әкемнің туған қарындасының қызы мен нағашысы ғой ол кісінің бірақ екеуміз бір әулетте келін болып түскенбіз ғой жаңағы менің кем жоқ деп айтып отырмын ғой сол кезде мен жүремін осы кісі жүреді сосын бұл кісінің өзінен кейін келіні бар әсия мыналар келіншектердің бәрі жоқ сосын өзім абысымызға тәтем айтады жаңағы кімді ораз тәтем айтады мұны жас келіншек құсап жұмсай береміз бұл айтсақ болды не айтсаң да жүріп кете береді жас келіншек сияқты деп мақтайтын тұғын енді қазір бұл кісілерде енді немересінің өзі үлкен азамат болып олар да ертең келін түсіріп соның тойында кездесіп жатсын бәрімізде де бір бойдақ бар ғой әрқайсымыздың бәрі келін әкеліп сол тойда аман есен осылай басымыз қосыла берсін сол жаңағы мен балдарыма айтамын ғой біз андай жұрт сияқты 10 ағайынды 12 ағайынды көп емеспіз айналдырған 2 ағайынды балдарыңды бір бірімен қатыстырып қатыспай қалсаңдар араларың суып кетеді ертең барамын деп жүре бермейді күнде қатысып бір бірімен араласып күнде баяғыда біз деген күнде елдосты менің балам деп айдосты ертең менің балам деп ойбай сендер менің балам жұмсай бермеңдер тимеңдер менің балам ұрса бермеңдер деп жаңағы елдосты сенің балаң жылау ұсташы сен өзің балаң елге қойшы деп жаңағы бір біріміздің баламыз бір бірімізді итеріп жаңағы сөйтетінбіз сөйтсе жаңағы елдос өзінің папасының кімнің баласы екенін білмейді екен бірдеңе алсам бола ма деп иә сұрай ғой айта ғой десем мен ұрсам менің мамам кім осы деп сұрайды кішкентай мектепке бармаған ғой сосын ойбай деп сен айттым енді кішкентай кезімде мамам ауырып қалды менің қолыма
осылай дегенше менің қолымда телефонымды кім бағып кеткен білмеген ғой. Түсіндіріп айттым. Балалар бірдеңе Қиын екен. үлкен бала емес па демеймін ба? Тағы да екеуміз магазинге маркасына тастамаймын ертелерін. Сөйтсем айтады, мама сізге тағы да бірдеңе сұрасам бола ма деп па десе. Айта ғой деп сөйлесем айтады. Сонда сіздің үлкен балаңыз мен адам емес па дейді. Баласы айтқаннан кейін әкесігім, атасығым. Сосын айттым, сен атаң осы кісі, сенің әжең болған, сенің кішкентай кезіңде қайтыс болып кеткен. Сосын мамаң ауырған кезде маған сен сөйтіп әкеп берген, сен мені бауырыма басып сені бала қылғанмын мен деп оған түсіндіріп айту да оңай емес қой. Сенің әжең ондай қылып жатыр. Бұл кәде сол балаңыздың туған еді. Әпкем мен екеуі мен қолымда болып қалаға көшіп кеттік. Сары қызым деп еркелетіп, олай кеше диплом алып жоғары оқуға түсіп тапсырсам ертең емтиханға түсіп оған да тілектеп мен емтиханнан өтіп жоғары оқуға түсіп кетсін. Мынандай жоғары мамандық иесі болсын деп тілеймін. Өзінің қызы жоқ қой, сосын босанады. Bir-birimizді бауыр деп, балам деп, інім, қарындасым деп, бір-бірімізді жақсы көріп, ағайын болып осылай аман есен жолығып жүре берейік. Аман болыңыздар, бәрі аман Бақытты болсын сізге жиналып жатыр да сізге. Әрдайым барлықтарыңыздың отбасыларыңызда бұл қуанышты Söyle giden kızınız. Hepsini almayın da. Hoş geldiniz diye қаншама тілектер болады, қаншама істектер болады. Рахмет барлықтарыңызға. Енді мен де біраз нәрсе айтқым келіп тұр, біраз адамның көзін көрген. Бабыл күніндегі әжемізге айтпай кетуге болмас деймін, сол кісілердің батасы күшті келетін еді ғой. Қайта тыңдай беріп, батасын ала бергім келетін тұғын андай. Ұлың болсын, моншақты, қызың болсын, моншақты деп ұзақ беретін тұғын. Сол кісілердің батасының арқасы шығар деп ойлаймын. Сөйтеді әжемізге айтпай кетуге болмайды енді осындай жиналған жерде. Ол кісі мені шақырып алып, Кетенің қызы ғой өзге, жақын тұтатын, сосын айтқан бір сендер тыныш жүріңдер, ертең артыңнан ерген келіндерге де айт деген. Тыныш жүріңдер, сендер жамандық істесеңдер, 7 ұрпақтарыңа дейін барады, жақсылық істесеңдер де 7 ұрпақтарыңа дейін барады деп. Сол кісінің күйеуімен, сол кісінің айтуымен келе жатып, енді жамандық ұрпақтарымызға дейін жамандық болмасын деген үмітпен. Енді сосын қуанай үйіндегі апамызды айта кеткім келіп тұр. Мен жаңадан келіншек болып түскен кезде өте қуанышты ғой, енді бәрі жасты, тәтелер бәрі. Сосын айтқан не деп. 10 шақты рет айтқан тұғын апа, не деп. Біз келсек дейді, үйге келсек, дастарханда ештеңе болмаса да көрпеше жая беріп. Осындай өнегесі деп ойлаймын. Сосын тәтесізге де үлкен осы жерде рахмет айтқым келеді алдымыздағы тәтемізге. Біздің отбасымызға да осындай қиын жағдайда балдарымызды барлығы айтып жатыр ғой, өз толқитындай ретіміз енді бір жағы. Көп әжеміздің жоқтығын білдірген жоқ, үлкен рахмет тәтесізге. Осы кісілердің айтуымен, осы кісілердің тілегімен келе жатырмыз. Осылай әрқашан басымыз құралып, ажырамай жүре берейік. Атамыз ең біріншіден келіншек болып түскен кезде ертеңіне мәз болып келіп тұрған еді. Келіннің аяғынан қойшының аяғынан деген мақал сол кезде бірінші рет естіген тұғын. Сөйтсе 4 жыл ма жоғалып кеткен, сыйыр тағып аяғымен келіп
деп ойлаймын бәріміздің басымызды қосып сонан кейін әрқашан тек той қуаныш болып әруақтар жар болсын, алла әруақтар қолдап әрқашан алла жар болып жүре берсін. Аспаңыз. Бәрі ашып отыр. Бәрі шаршап отыр. Қойшы ажырды деп жаман жасап отыр. Мен ажырды деп сәтемде жамын менен одан арғы жасап тұрмын сол сіздер. Неге аяқтаған алайсыз? Қатты ұйықтап қойдым. Көп әлі. Үш күн болмас, 4 күн болмайды қазір. Үлкендерше араласа береді. Ол сен неше жасқа кел, ертең 70-ке кел, бәрі. Бана да байқап отырсыздар ғой. Әдемі кек беріп болатсам, бәкеңді айтып отыр, айтсайшы соны деп ше, көшіп келе жатсам өзі. Айтып тұрасың, ұмытып қалсың ғой. 3-4 күннен бері қаншама тілек айтылып жатыр, қаншама тарих, естеліктер, қаншама нәрсе айтты, бірақ ше, мен уже қуанып біраз нәрсеге қанып қойып, қуанайын бердетіп жүргеннен барған кезде біраз нәрсе айтып отыр. Осы жерде енді басымыз құралып, жиі осындай өмірде ниет болып тұр сондай. Жастар жағы астынан қойып, бұл жерге баратын болсақ, 15 мың ақшаны салып бар, отыра салуға болады бар. Ато басымыз құралып. Айна 2 рет деп айтпай ақ қойын, айна 1 рет жинап тұруға болады ше. Ярап шығудан келіп, біз кішкентайларымыз таниды, бір-бірлері сөйтіп уже бауырмасын тасталады да. Біз аман болайық, сіздер аман болыңыздар. Қаншама тілек айтып жатыр, періштенің қуана шалынсын дейді, әуелі алла. Қаншама тарихта қызықтар айтып жатыр, болашағымызда солай қызық болсын. Амин. Ешқашан ауырмасын. Бана тәте үйде отыр. Лава деп бар, рэпаттен мана айтқан ғой, майларын құйып берейін, кеселмес деп машинамен. Бана местіп бала жерін лақтырып жібер, көк бала деген ғой, лава деп, енді лақтыр деп жатыр деп. Аяқта деп өзіңіз күліп жүрін бала, не көресің? Ой, нәзіпәді деп аяқта жатыр. Бұлай береді ғой. Үйде жандос кенжесі армияға кетейін деп жатқан ғой дейсіз. Маған қалап айтайын. Оңдасын жібер орнына деп. Өледі деп. Өлмейді алдан жібер деп. Өзі 86 жылдығы әрқайсы қабері бар. Орнына сәбит жібермеді. Мен сол балаға қыз керек. Лаңға жібергеніңізде қызды алып кетеді. Позиция өсті. Точно ма, тәте? Точно ма? Жалғастыра бер құдеке. Тәте, мен тағып тұрмын ғой премия. Жоқ, қайтара басты, әлі асып бара басты. Бірақ келіп нәрсе өмірде. Енді қайтып келмейді. Асықпаңыздар. Ас айтар болса шай әкелдіре берейін. Құдеке, тілегіңді айтып тұрсай құдеке. Жұмағұлай деген осы атамыз не алған ғой? Кемпір қайтыс болған, иә? Бұл кезде біреудің бір мынандай мықты қызын алу үшін 47 бас қара мал берген екен, қалың малын. Сөйтіп алып кете береді екен да, сондай сияқты. Әжеміз болған тәте 47 қара мал дайын болса, мықтымыз да дайын. Ойка, бесеуіне де бере береді қазір. Табылып тұр қалада ше, бірақ астында машинасы бар, Жақсы емес па сіз тасып жүру? қызым жұмыс мәгі айбай мұғалім, бәрі аспанға қарап тұр. Мама сендерге ол қарамайды, ертең мен кетіп қалсам бір малға жаққа машинасын мінетті, жаңа бос тұрған үйіне барып жатып келеді. Мен келетін кезде келеді, сосын сен айта алмай отырасың, үндемей құрсын, екеуі ажыраспаса болады, отырасың.
ала берер болып жатыр. Маған екеуі қарайтын шамалы момындау қыз болса қарапайым болса. Өзіміз алып береміз. Алып берер адам бар, бриллиант комплект алып берер. Қағидан басқа мен өтірік айтпаймын бриллиантты. Жаңағы билайым нөміріңді жастары жоқ. Сақинаға ешкім жұмыс істемейді ода деді. Иә, соны айтамын ғой. Bizde de ayrıca da ana aktif